Ассалаумағалейкум ағайындар, бау-бақша сүйер қауым. Бүгінгі видеомызда алма жемісін қалай сақтау жайлы айтамыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар, каналға тіркеліңіздер, жазыңыздар, қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Каналға жазылсаңыздар, біздің түсірген видеоларымыз ең бірінші болып сіздерге көрінетін болады. Енді мынау алма жемістері жинап болып қалдық, енді кішкене аздап қалды. Өткен жылы осындай уақытта алмаларымызды жәшіктерге сақтап қойғанбыз, және келесі жылдың апрель-май айларына дейін жедік. Ешқандай бұзылмаған. Өз әдісімізбен сақтадық. Енді сол әдісті сіздерге көрсетеміз. Ол үшін бізге мынандай жәшік керек болады. Сосын А4 қағаз керек болады, қолданғаны болса болады. Мына жәшіктің астын жұмсақ болу үшін мата төсесеңіз де болады. Мынандай қапты екі бүктеп астына төседік. Жұмсақ болуы керек асты. Енді алманы қолымызбен ұстамай, қағазбен ұстап, үзіп алып осы жәшіктерге саламыз. Қазір бірге көреміз. Енді мына алмалар жақсы, еш жерінде шірік жоқ. Сақтайтын алмаларымыздың еш жерінде шірік болмау керек, еш жері түртілмеген болу керек. Көріп тұрғаныңыздай, алманы қолмен ұстамаймыз, мінекей қағазбен ұстаймыз да, мына қайшымен мына жеріне қиып аламыз. Осылай қағазбен орап, еш жеріне қолымыз тиген жоқ. Мінекей жәшікке бір шеттен салып бастаймыз. Осылай жалғастыра береміз. Қағазбен ұстап, мына жерін қайшымен қиып, сабағынан, және осылай қағазбен орап, А4 қағазбен орап, мынаның ішіне жайғастырып отырамыз. Мінекей осылай қағазбен ұстап, қағазға жақсылап орап, жәшікке жайғастыра береміз. Жәшікке қойған кезде қапты бір-біріне тығыз қылып қоймаймыз, емін-еркін жататын қылып қойып, осылай тізіп қоя береміз. Мінекей бір қатар алманы жәшікке жайып болдық. Енді бұның үстіне мынандай картон қағазды төсейміз. Үстіне тағы бір қатар жаю үшін, астына салмақ түспеу үшін осы картонды жайдық. Енді мынаның үстіне тағы бір қатар алманы жайсақ болады. Қағазға орап, екінші қатар алманы осылай саламыз. Осылай үзіп алып, қағазға орап, осылай екінші қатар жайғастыра береміз. Осылай жәшікке сала береміз. Көріп тұрғанымыздай. Мінекей. Осылай жәшігіміз толды. Осылай сақтаймыз. Енді бұны бір температураға қойған дұрыс. Жаңа котелдің жанына қойсаң жақсы болады. Мен өзім котелдің жанына қойдым. Қатты салқын болмау керек, қатты ысы да болмау керек. Осылай достар, алманы осылай сақтасаңыз болады өзіңізге жеу үшін. Берген кеңестеріміз сізге пайдалы болса, біз қуаныштымыз. Каналға тіркеліңіздер, жазыңыздар, қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар.